Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алма қосылған өте ерекше бәліш, яғни пирогтың рецептін ұсынамын. Дайындалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант, кішкене тұз салып, біркелкі масса болғанша барлығын жүйеншікпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ерітілген сары май мен қаймақ қосамыз. Және де осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Еліктегі ұнға бір шай қасық қопсықтышты қосып, ұнды бөліп саламыз. Біздің бәлішіміздің қамыры осындай қою болады. Енді алмаларды турап аламыз. Мен осылай алманы шетін бөліп аламын. Бұл алмаларды кейінірек пирогтың бетіне қоямын. Ал қалған кішкене бөліктерін майдалап турап шығамын да кейінірек пирогтың ішіне саламыз. Енді мына алмаларды осылай үстіне кесіп шығамыз. Бұл алмаларды пирогтың бетіне қоямыз. Міне осындай болады. Қалғандарында тура осылай кесіп шығамыз. Туралған алмаларды пирогқа салып жақсылап араластырамыз. Мен пирогты осындай бисквит пісіруге арналған формада пісіремін. Диаметрі 18 см. Енді бетіне бағанаға туралған алмаларды қойып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын, өте әдемі болып пісті. Енді суығаннан кейін ғана осылай формадан шығарамыз. Мен пирогтың бетіне қант ұнтағын септім. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз біледі. Пирогтың түрі онсыз да өте әдемі. Біздің пирог өте әдемі болып шықты. Жұп-жұмсақ әрі өте дәмді. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздердің жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар.